Нұрлайындай ажарланып ақ түннің, жүректердің шамшырағы боп тудың. Манауратқан Мәдинаны көргенде, сенің сұлу ажарың ғой деп білдім. Ақ жұпары аңқып тұрса ақ гүлдің, сенің райхан хош иісің деп білдім. Пәруәрдігер сыйға тартқан ақ нұрлым, пәруарым пайымды жол таптырдың. Таудай болған тәкаппарға екпінді, күркіретіп көзінен жас төктірдің. Өктем жандар тәубе етсе өкініп, сенің көркем тәлімің ғой деп білдім. Алауыздың алабынын жоқ қылдың, аш жалаңаш рухтарды да тоқ қылдың. Мұқтаждарға мейір төксе бір жұмар, сенен алған өнеге ғой деп білдім. Бақ жәннаттың бақшасындай көріктім, пәк жүзіңді көруді аңсап торықтым. Кеудемдегі алып ұшқан сезімді саған деген сағыныштан деп ұқтым. Бас жарылса ішінде ғой көріктім, кейде рас рахат іздеп желіктім. Қу тірлік деп маңдайымда тас құрсам, сүннетіңді сақтамаудан деп ұқтым. Жер жаһанға шуақ шашса жарық күн, саған деген салауатпен толықсын. Тұтқиылдап сынақ төнсе тағдырдан, нәпсіменен рух майданы деп ұқтым. Мың бұралаң жолдарында жорықтың, жеңіліспен, жеңіспен де жолықтым. Асу ассам арқа сүйіп Аллаға, сен үйреткен тәуекелден деп ұқтым. Ақ жолыңнан, ақ жүзіндей өткірдің, я Расулым, көп тұғындым, көп білдім. Қалу үшін ақ туыңның астында, қатқамәт иссәләх деп сап құрдым. Сәлем саған, сардарым. Біз сен дүниеден озған соң 14 ғасырдан кейін өмірге келдік. Біздер сенің туының астында бас қосуды аңсаған, сен жаққан алауды өшірмей, өз иесіне табыстауға асыққан жаңа дәуір жамағатымыз. Өзің көкжиекке қарап, сағына еске алатын бауырларының қатарынан болуға талпынған талапкерміз Расулым. Сенімен Кәусар бұлақ қасында қауышуды арман еткен, саған лайықты үммет атануға тырысып баққан шермендеміз. Біз сенімен жүздесе алмадық. Сенің мүбәрак қолыңды алып, раушандай аңқыған жұпар иісіңді еске алмадық. Сенің иләхи парасаттан нәр алған насихатыңды өз аузынан ести алмадық. Мына жалған дүниеде сенімен бірге бір дастарханнан нәр татып, бір мешітте намаз оқи алмадық, Расулым. Бірақ біз сені көреміз. Көре аламыз, Расулым. Көре аламыз. Бірлік туын биік ұстап, бір имамға ұйыған жамағаттың намазынан, Алладан кешірім тілей, тазаланып дәрет алған мүміндің ықыласынан, баласына мейірлене қараған ананың риясыз күлкісінен, ата-анасын аялап баққан перзентінің пәк көңілінен сені көреміз. Сүйікті сардарым. Жетімнің басынан сипаған жанның жанарынан, бар байлығын бір Алланың жолында жұмсап, қиналғанның қарызын кешкен жомарттың талабынан сендік саф рухтың лебі еседі.
қанағатпен жайылған дастарханнан, адал маңдай термен келген ризықтан, орындалған уәдеден сенің жүрген жолыңды көреміз. Ақиқатты танимын деп, көз майын тауысқан ғұламалардың том-том кітаптарынан, шәкіртіне тәлім тәрбие берем деп асыққан өнегелі ұстаздан, сенің пайым парасатыңның ұшқынын көреміз. Періштелер, жеті қат көктен алып түскен жаңбыр тамшысынан, тамшыдан нәр алып жайқалған гүлден, сенің нәзік болмысыңды көреміз, Расулым. Арайлап атқан таңның жарқын сәулесінен, сенің бейнеңнің шапақты шапақ шуағын көреміз. Жұлдызы жамыраған шексіз түнгі аспаннан, сенің пейіліңнің кеңдігі көрінеді, Расулым. Уа хақ нәбиім, уа ғаламның рахым нұры, біздер сені осылайша көре алдық. Айдан анық, пайғамбарлық ақиқатыңы осылайша сене алдық. Аллахумма салли ғали Мұхаммедин, ва ғалили Мұхаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Біз сені көреміз, Расул.